Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сөзі журналистің ақиқаттан айнуға құқығы жоқ. Шындық пен шынайылық басты қағида болу керек. Ақпарат арнасы адалдық алаңына айналуы тиіс деген. Сондықтан біз Ерболат Мырзатайұлына бостандық сұраймыз, талап етеміз. Ерболат Мырзатайұлы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 174 бабының 1 бөлігінде көзделген қылмысты жасауда кінәлі деп танылып, оған аталған бап бойынша 4 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түрінде жаза тағайындалсын. Жаза сотталған Бишуевтің тарапынан қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтелсін. Бишуевтің 2025 жылдың 2 қыркүйегі мен сот үкімінің заңды күшіне дейін қамауда болған мерзімі, оған тағайындалған бас бостандығынан айыру түріндегі жаза мерзіміне бір күн қамауда болған уақыты орташа қауіпсіз мекемесіндегі бас бостандығынан айыру жазасының 1,5 күніне сәйкестіріп есептесін. Бишуевке қатысты қолданылған қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 98-1, 98 баптары негізінде Бишуевтен жәбірленуші өтемақы қорынан 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ақша сомасы, яғни 78.640 теңге өндірілсін. 2025 жылдың 4 қыркүйегіндегі нөмірі 15.595 сот медициналық сараптамасын жүргізуге байланысты жұмсалған 840 теңге 50 тиын көлеміндегі шығындары сотталған Бишуевтен мемлекеттің пайдасына өндірілсін. Заттай дәлелдеме, бейнежазбасы бар бір дана DVD дискі қылмыстық материалдармен бірге сақталсын. Заттай дәлелдемелер қорғаушы Бишуевке сақтаушы қолғанарлыққа берілген қызыл түсті қызметтік куәлік, қара түсті микрофон, пресс деген жазу бар көк түсті жилет, iPhone 15 маркалы ұялы телефон, Samsung маркалы ұялы телефон үкім заңды күшіне енген тиістілігі бойынша қалдырылсын. Үкімге ол жарияланған күннен бастап 15 тәуліктің ішінде қамаудағы сотталған Бишуев өзінің үкім көшірмесі табыс еткен күннен бастап нақты сондай мерзімде Алматы қаласы сотының қылмыс істерінің сот алқасына Алматы қаласы медиа аудан нөмірі аудан сот арқылы апелляциялық шағым беруге және прокурор өтінішке түрге болады. Сонымен бірге іске қатысушылар сізде бас сот арқылы қысқаша хаттамасымен аудио жазбалармен танысып, оларға 5 тәуліктің ішінде жазбаша түрде немесе электронды нұсқада қарсылық білдіруге құқықтарыңыз бар. Сіз қалдырған желтоқсан оқиғасына бүгін 36 жыл, келесі жыл 40 жыл болады. Сол ызғарлы күндерде халқымыз қайсар рухы мен азаттыққа деген ұмтылысын паш еткен еді. Желтоқсан қаһармандарының ерлігі мен құрбан болған бозақтардың бейнесі жұртымыздың жадында мәңгі сақталады дейді. Елбасы, сіз мені көріп отырсаңыз, тыңдасаңыз, өтініш желтоқсанда жандарын пида еткен осы бозақтарды неге жылатудан әлі келе жатырсыздар? Неге бір осы ұрпақтарыңызға араша түсе алмайсыздар? Неге біздің бозақтар өмір бақи жылауға міндетті? Міне жала жабылып, экспертиза жасап, елде жоқ нәрсені осындайды көріп, қай елде бар осындай? Істелмеген затты істедің деп мойнына ұрып отырған.